Владимир Федорович Адаевский, орыс жазушысы және романтизм дәуірінің ойшылы, орыс музыкатануының негізін қалаушылардың бірі. Ежелгі атақты тоқымның өкілі бола отырып, ол қарапайым халық үшін көп нәрсе жасады. Мейірбан деген атаққа ие болды. Владимир Федорович Адаевский 1803 жылы 11 тамызда Мәскеуде дүниеге келді және Рюриковтер әулетінің үлкен бір тармағы болып, табылатын Адаевскийдің князьдік отбасының соңғы өкілі болды. Мәскеу университеті жанындағы ақсүйектер пансионында оқып жүргенде Владимир әдебиет пен философияға қызығушылық танытып, әдеби үйірмелерімен тұрақты мүшесі болды. Пансионды алтын медальмен бітіргеннен кейін 1823 жылы Сыртқы істер алқасының Мәскеу мұрағатына қызметте тұрды. Ол кезінде жас Адаевский пікірлестерімен бірге философиялық общество любомудрия ұйымын құрды. Адаевскийдің өмірі мен шығармашылығы елдің мәдени қызметімен тығыз байланысты болды. Шығармашылықпен айналыса отырып, ол литературный газеты редакторларымен және Северные цветы басылымымен бірлесе жұмыс істеді. Адаевский өз үйінде әйгілі орыс жазушылары мен музыканттары жиналатын әдеби салон ашты. Адаевский салонында Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Федор Достоевский, Николай Гоголь және өз заманының көптеген басқа да көрнекті тұлғалары жиі болды. Адаевскийдің жазушылық атын шығарған 1833 жылы жарық көрген «Пестрые сказки» еңбегі болды. Гоголь оған тәнті болды. Туындыны қарапайым оқырмандар да жылы қабылдады. Бір жылдан кейін Владимир Федоровичтің «Город табакерки» кітабы, одан кейін көп ұзамай «Сказки и повести для детей дедушки Иеремея» кітабы шықты. Бұл шығармалар Адаевскийдің керемет ертегіші ретінде танымал етті. Оның шығармашылығы Ганс Христиан Андерсенмен салыстырылды.